Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli jamoat. Bir kuni Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan bizning imomimizdan bir kishi so'ragan ekan. Ya imom, o'sha odamning iymonsiz o'luvini nisbati bo'ldi degan ekan. Sonda Imom Azam rahmatullohi alayhi Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bunday deb javob bergan ekan. Adamның imansız ölüğüne üç narsa sebep болады деген. Birincisi Allah Taala iman berip musulmon qilganda şükürçülük qilmaganda болады деген ekan. Екіншісі адамдарға көп зұлымдық жасағаннан болады деген ekan. Üçüncüsü imansız кетуден, imansız ölүүден қорықпағаннан болады деген ekan. Құрметті жамаат, мына біз дуа қылған кезімізде көп мына ең соңғы деймізде ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулулла деп калима шахада айтып иманмен жат тапсыруымызды я Рабб Аллах нәсіп ете көр деп сұрауымыз бізге уәжіп болады екен. Өйткені адам қанша жерден әулие болса да өлетін уақытында имансыз кетіп қалу қаупі бар екен. Кітапта солай деген. Тек қана имансыз өлмейтіндер ол пайғамбарлар ғана. Өйткені Аллах Таала пайғамбарлардың иманын қорғап қойған. Олардың иманын иман маасум деп атайды. Яғни қорғалған, сақталған иман деп атайды. Олар имансыз өлуден қорғалған екен. Олар ешқайсысы имансыз өлмеген. Ал одан басқа адамдар қанша жерден әулие болса да ол имансыз кетіп қалуы мүмкін өлетін уақытында, ең соңғы демінде. Сол үшін құрметті жамаат, әр намазымыздан кейін жиі Аллах Тааладан Ya Rab Allah Taala en son deyimizde La ilahe illallah Muhammed Resulullah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu Resuluhu deyip kalime-i şehadayıp imamın canını tapsırımızda Ya Rab Allah Taala nasip ete gör deyip sұрауымыз bizge vacip болады екен, mündet болады екен құрметті жамаат. Сол үшін құрметті жамаат, осы нәрсені жиі ескеріп көп дуа қылайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадис шерифінде айтады: "Мен қала في آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة." Кім ең соңғы сөзінде لا إله إلا الله деп айтатын болса, ол адам түбінде бір жәннатқа кіреді деген. Құрметті жамаатымыз, сол үшін осы нәрсені ескерейік. Білмейтін кісілерге үйретейік, бірімізге айтайық, құрметті жамаат. Мына дуа мәселесі де, мына Мудаббихат деген кітап оқымыз баяғыда медреседе оқып жүргенімізде, Леңгірде. Мудаббихат қазақшасы аудармасы жүрек оятушы, жүректерді оятушы, ескертуші деген мағына береді. Сол кітапта былай деген сөз бар. Аллах Таала кімге көп дуа қылуды нәсіп етсе, беретін болса, ол адамға дуасының қабыл болуын нәсіп етеді деген екен. Нәсіп етеді деген. Қабыл болуын береді деген. Осындай сөз неден оқыған едім мен баяғыда, Мудаббихат деген кітаптан. Ленгірде медреседе оқып жүрген кезімде. Құрметті жамаат, сол үшін көп дуа қылайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадис шерифінде айтады: "Ла яруддул қадара илля дуа" дейді. Мағынасы, тағдырды еш нәрсе қайтарамайды, тағдырды еш нәрсе өзгертемейді, тек қана дуа өзгертеді, дуа қайтарады деген. Мына құрметті жамаат, сол үшін өзімізге, бала-шағамызға, ата-анамызға көп дуа қылайық. Жақсы нәрселерді сұрайық өзімізге, ата-анамызға, бала-шағаларымыздың тура жолда болуын, бала-шағаларымыздың діндар тақуа болуын, намазхан болуын көп дуа қылайық, дуа қылып сұрайық. Ибрахим алейхиссалам дуасы бар Құранда. Астағфируллах. Рабби жаални муқимас-салати ва мин зуррияти раббана ва тақаббал дуа деген осындай аят бар Құранда. Осы дуаны оқып дуа қылсақ та болады. Раббым мені, Рабби жаални муқимас-салати, Раббым мені намаз толық орындаушы ете көр. Ва мин зуррияти, мен ұрпақтарымда намаз толық орындаушы ете көр. Раббана ва тақаббал дуа, Раббымыз осы дуа тілемін қабыл ете көр деген мағынада. Осындай аят, жаңа дуа. Осы дуаны көп оқымыз керек, құрметті жамаат. Аллах Таала осы дуа тілектерімізді көп дуа қылатын болсақ қабыл етеді, иншаллах таала. Мына дуа деген нәрсе, мына мысалға бір адам бір үйге келсе, келген деген сол үйдің есігін қағатын болса, қағып бірден кетіп қалса, қаға салып кетіп қалса, есікті ашпады ғой деп кетіп қалатын болса, ол үйге кіре алмайды адам.
жаңа есік қағып тұрған адам ол үйге кіре алмайды. Ал енді есік қағып күтіп тұрып, тағы да қағып, сәл күтіп тұрып, тағы да қағып, тағы да күтіп тұрып, күтіп тұра беретін болса, қайта қағып, күтіп тұра беретін болса, ақыры сол есік ашылады. Дуа да сол сияқты. Кім көп дуа қайта дуа қыла берсе, Аллах Тағала сұра берсе, Аллах Тағала бір күн дуасын қабыл етеді, құрметті жамағат. Сол үшін көп дуа қылайық, құрметті жамағат. Аллах Тағала дуаларды қабыл етеді. Аллах Тағала Құранда айтқан: "Астағфиру билла, удуни астажиб лакум". Садақаллахул азим. Мағынасы: маған дуа қылыңдар, мен сендердің дуаларыңды қабыл етемін, дуаларыңа жауап беремін деген Аллах Тағала Құран кәрімде. Мына құрметті жамағат, сол үшін көп дуа қылайық. Аллах Тағаладан жақсы нәрселерді сұрайық. Бұл дүниеміз, ақиретіміз үшін жақсылықтарды сұрайық. Жәннатын нәсіп етуге деп сұрайық. Мына қасиетті Рамазан айында жаңағы пайғамбарымыз айтқан ғой сондай, нені жаңағы жәннатты сұраңдар деген, жәннатты сұраңдар, дозақ отынан азат етуді сұраңдар деген, өздеріңе, әке-шеше, болашақларыңа деген пайғамбарымыз. Сол нәрсе көп сұрайық. Ауызашар уақытында, жұма намаздан кейін, тарауих намаздан кейін, 5 уақыт намаздарымызға көп дуа қылып сұрайық. Осы Аллах Тағаладан жәннатты, дозақ отынан азат етуін көп сұрайық. Дозақ отынан қорғауын көп сұрайық, құрметті жамағат. Аллах Тағала баршаларыңызға разы болсын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Аллах Тағала баршамызға осы айтқан уағыз насихатқа амал етуімізді, амал қылуымызды нәсіп етсін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Аллах Тағала разы болсын баршаңызға. Амин. Аллаху акбар.